Қайырлы күн достар. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін оразаның 6-шы күніне арналған ас мәзірін сіздерге ұсынамын. Біз бүгінгі ауызашарға голубцы, газдалған судан жасалған құймақ пен шелпек пісірдік. Бізбен бірге болыңыздар. Голубцыға қажетті заттар: салмасына ет, үткіштен өткізілген сәбіз, пияз, қызанақ және күріш. Мен бүгінгі голубцыды болгар бұрышынан жасаймын. Ең алдымен салмасын жасап аламыз. Етті ет тартқыштан шығармай, ұсақтап турап алыңыз. Сонда ет өзіндік дәмін жоғалтпайды. Еттің үстіне ұсақтап туралған пияз бен қызанақты және өткіштен өткізілген сәбізді саламыз. Қара бұрышпен жуылып жібітілген күрішті саламыз. Менде ет тұздалғандықтан тұз салмадым. Барлығын жақсылап араластырамыз. Салмасының ішіне су құйсаңыз, күріш жұмсақ болып піседі. Голубцыдың салмасы дайын болды. Енді тазаланып жуылған болгар бұрышының ішіне салмасын салып шығамыз. Қазанға май құйып, пияз салып қуырып аламыз. Сәбіз салып, сәбізді де жақсылап қуырып аламыз. Мен сәбіздің бірін үлкен және бірін ұсақтап турап алдым. Туралған картопты салып, оны да қуырып аламыз. Томат пастасы, тұз, қара бұрыш және дәмдеуіш салып, тағы 1 минуттай қуырамыз. Томат пастасы қуырылған соң, аздап қана қайнаған су құямыз. Содан соң дайындап қойған голубцыды салып шығамыз. Тағы да голубцы батпайтындай етіп, қайнаған су құямыз. Қазанның бетін жауып, қайнап шыққанынша астын төмендетпейміз. Голубцыдың сорпасы қайнап шыққан соң, астын төмендетіп, 1 сағатқа бұқтырып қоямыз. Және де газдалған судан осындай тез әрі оңай жасалатын шелпек пісірдім. Описанияға рецепті қалдырамын, жасап көріңіздер. Ал енді газдалған судан өте қарапайым блины жасаймыз. Ол үшін ыдысқа 1 стакан газдалған су, 3 ас қасық қант және тұз салып араластырамыз. Сұйықтыққа 1,5 стакан ұнды аз-аздан салып араластырамыз. Бір стакан газдалған су мен 2 ас қасық өсімдік майын құйып араластырамыз.
Біздің қамырымыз дайын, енді пісіріп алу ғана қалды. Бұл блиныйды сіздер де жасап көріңіздер. Жасалу жолы өте қарапайым әрі оңай. Біздің бүгінгі ауызашардың 6-шы күніне арналған ас мәзіріміз де дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Ауызашардың ас мәзірі сіздерге ұнады деген ойдамын. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Келесі кездескенше.